Мен сіздердің назарларыңызға қоқыстың пайда болуы мен және оны шешу жолына арналған жұмысымды ұсынғалы отырмын. Бірде мен мектептен қайтып келе жатқанда көшелердің бойында шашыраңқы қоқыстардың көп екенін байқадым. Қоқыс қазіргі таңда өзекті мәселелердің бірі. Біз сатып алған тауарларды қолданамыз, ал қаптамалар мен қалдықтарын ойланбастан қоқыс жәшігіне тастаймыз. Бүгінгі таңда қоқысты керегімізге жарату өзекті мәселенің бірі болып табылады. Оны шешпесек, біздің әлем үлкен қоқыс жәшігінен алып қалуы мүмкін. Менің ғылыми жобамның мақсаты қоқыс қайдан пайда болатынын зерттеу. Қоқыс адамның өміріне қандай зиянды екенін анықтау. Қоқыспен біздің ел және басқа елдердің қалай күресетінін анықтау. Шетел күнделікті өмірімізде кездесетін қоқыстардың құрамында өте зиянды заттар өте көп. Қоқысты жандыратын болсақ,